Бейнеу ауылы азаматтарының үндеуі. Бүгін 24 шілде 2022 жыл Қазақстан Республика Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлына, үкімет басшысы Әлихан Смайыловқа, Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевқа төмендегідей үндеу жолдаймыз. Яғни Бейнеу селосы Сұлтан Бейбарыс көшесінде орналасқан лото клубының Кено, рулетка, клуб 37 тағы басқа ойын автоматтары арқылы заңсыз бизнесін ұйымдастырып, ауыл тұрғындарының құмар ойындарына қызықтыра отырып, көптеген отбасылардың қарызға белшеден батыруда. Осындай құмар ойындардың салдарынан ел арасында жас отбасылардың айырылысуы, өз-өздеріне қол жұмсау және де тағы басқа қылмыстық факт орын алуда. Осы себептердің алдын алу мақсатында 2022 жылдың 16 мамырында Бейнеу аудандық ішкі істер бөліміне лото клубының ойын азаматтары арқылы заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып, тұрғындар отырғандығы туралы видео дәлелдел тапсырылды. Алайда осы күнге дейін құзырлы органдардан ешқандай шешім алған жоқпыз. 2022 жылдың 29 маусымында Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне және Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігіне ауыл жастарының атынан жоғарыда көрсетілген заңсыздықтарды анықтап тиісті шарасын алуды сұрағанбыз. Алайда құзырлы мекемелерден жауап алған жоқпыз. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы ойын бизнесі туралы заңының 11 бабының 1 тармағында казино мен ойын автоматтары залдарының орналасатын орын Қазақстан Республикасының үкіметі айқындайтын аймақтар шегінде белгіленеді деп көрсетілген. Осы заңды негізге ала отырып, Маңғыстау облысы Бейнеу аумағы Қазақстан Республикасы үкіметінің айқындаған аумақтар шегіне жатама. Біздер Бейнеу ауданының бір топ азамат жастары заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып отырған лото клубын жабылуын талап етеміз. Жабылсын ба ағайын? Жабылсын! Жабылсын!